Ораза арабша ас-саум, өз нәпсісін тыю, жаманнан алыстау деген мағынаны береді. Ораза тәуліктің күндізгі уақытында ауыз бекітіп, исламның негізгі 5 парызының үшіншісі. Ораза ұстаған адам таң атқаннан күн батқанға дейін ниетін бекітіп, ішіп-жеуден, басқа да оразаны бұзатын нәрселерден аулақ болады. Рамазан адамдарға тура жол нұсқаушы, ақ пен қараны айырушы, бекем тұтынатын дәлел ретінде Құран түсіріле бастаған ай. Ораза тәннің шипасы. Ораза кезінде ағза қалай өзгереді? Бірінші, екінші күн. Басыңыз қатты ауырады ма? Еш уайымдамаңыз, дәрі ішуге де асықпаңыз. Оразаның бірінші күні бауырда және бұлшық еттерде жиналған глюкоза төмендейді. Жүрек айну, бас айналу, бас ауыру, әлсіздік басып, ұйқы келуі мүмкін. Мұның барлығы қалыпты жағдай. Ағза өзін-өзін тазалау процесін бастап жатыр. Әлсіз, ауру клеткалар жойылып, орнына сау жаңа клеткалар келеді. 3-7 күнге дейін май қышқыл құрамындағы майлар ыдырап, глицериттер молекуласындағы глицеринді босатып, глюкозаға айналады. Бет терісі майлануы мүмкін, себебі ағза майдан арылып жатыр. Бет терісі майлы адамдарда жағдай өршіп, аздап безеу шығуы мүмкін. Ағза оразаға үйрене бастайды. Ас қорыту жүйесі демалып, барлық күш тазалануға және емделуге жұмсалады. Қанның ақ түйіршіктері мен иммунитет жүйесінің белсенділігі артады. 8-15 күнге дейін өзіңді сергек сезініп, қуатың тасып жүресің. Алайда ескі жараларын қозып, біраз ауырсынуы мүмкін. Бұл ағзаға ораза кезінде өзін-өзін емдеуге көшкенін көрсетеді. 16-20 күнге дейін ағза ашығуға әбден үйренеді. Қуатыңыз көп, ой-санаңыз тұп-тұнық, тазалану кезеңдері қысқарып, тіліңізде қызғылттанып, тынысыңыз таза болатын күндер кездеседі. Ағзаларыңыз өзін-өзін емдеуді аяқтайды. Санаңыз тұнық, жүйкеңіз тыныш, қуатыңыз артып, бойыңызда баланс сезіледі. Есте сақтау қабілетіңіз артады. Оразаның парыз болу шарттары: мұсылман болу, балиғат жасында болу және ақыл-есі түзу, ораза ұстауға күші жету және жолаушы болмау. Оразаны бұзбайтын жағдайлар: ұмытып ішіп-жеу, қан алдыру немесе сүлік салдыру, құлаққа су кіру, көзге, құлаққа дәрі тамызу, мисуак. Ораза бұзбайды, өйткені мисуак қолдану сүннет. Тіс жылдыру оразаға кедергі жасамайды. Ауыз бен мұрынға су алып шайқау оразаны бұзбайды. Еріксіз құсу, яғни лоқсу, кедергі жасамайды. Салқындау үшін жуыну оразаны бұзбайды. Ауыз ашар және сәресіне ішетін суыңыз ыстықтау болғаны жөн. Ауыз ашарда және сәресінде 1-2 стақан су ішіңіз. Су ішілген соң аздап дем алып, тағамды жеңіз. Витамин D3 мен омега-3-ді сәресінде, ал витамин С мен В тобындағы витаминдерді ауыз ашқан соң ішесіз. Магнийді ұйқыға жатарда ішіңіз. Әр тағамды баптап, асықпай шайнап жеңіз. 30 күн оразада сүйек сорпасында ішіп жүріңіз. Рамазан мен айт мейрамы: Рамазан келерде сансыз сезімдер мен тасыған ойлар салтанат құрады. Ораза жамандықтан сақтайды. Қадір түні қасиетті түн. Ораза айының соңғы 10 күнінің бірінде болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.